Сәлем достар, біз бүгін сіздермен етті бәліш жасайтын боламыз. Каналыма тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Бізге сары май, айран, жұмыртқа, тұз және ас содасы қажет. Қажет заттардың мөлшерін описанияға жазып кетемін. Айранымызға жарты шай қасық сода салып, жақсылап араластырамыз. Одан соң еріген майға тұз салып, одан соң жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте айранымызды құямыз. Айранымызды құйып болған соң тағы да жақсылап араластырамыз. Араластырып болдық. Енді ұн салып, жақсылап илейміз. Илеп болғаннан соң біріктіріп, бәрін қамырымызда сырғынға алып, осылай мен сияқты қолмен кішкене ғана ұн сеуіп илейсіздер. Осылай илейсіздер ие қанғанша, сосын 10-15 минутқа қойып қоясыз. Енді етіміз тураймыз. Бұл ішіндегі салмасына бірінші осылай соломка тәрізді етіп, одан соң кубик тәрізді майдалап тураңыздар. Етіміз турап болдық. Енді кезекте жуамызды осылай майдалап тураймыз. Картопты кубик тәрізді етіп тураңыздар картопты. Барлығын турап болдық. Енді осыған жарты шай қасық тұз қосасыздар. Сосын барлығын қазанға май құйып, майда қуырып аламыз. Қуырылып жатқанда жарты шай қасық бұрыш салсаңыздар болады. Дәмі өте керемет шығады. Міне осылай қуырып аламыз. Енді кезекте қамырды мен екіге бөлдім. Үлкенірегін астына, кішірегін үстіне. Енді қамырымызды жаямыз. Жайып болдық. Енді майланған табамызға қамырымызды салып, үстіне қуырылған салмамызды саламыз. Міне бір келкетіп салып болдым. Енді кезекте үстін жабатын боламыз. Үстін жауып, жанын жақсылап бекітіңіздер, бір-біріне жабыстырып ашылып кетпесін. Жабыстырып болған соң, жұмыртқаның сары уызын бетіне жағып шығыңыздар. Енді духовкаға салып 180 градуста 40-45 минут пісіресіздер. Бәлішіміз дайын. Каналыма тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыздар. Сау болыңыздар.